Алматының тау бөліктері мен орманды аймақтарында кенелер қаптады. Мамандар қала тұрғындары мен қонақтарына кене энцефалиті мен боррелиоз жұқтыру қаупі жоғары болғандықтан тауға шықпауға кеңес берді. Бұл туралы Стан КЗ ақпарат агенттігі хабарлайды. Мамандар әсіресе танымалы туристік орындарда қауіптің жоғары екенін ескертті. Дәрігерлер табиғатқа шыққан жағдайда қауіпсіздік шараларын қатаң сақтап, жабдық киім киіп, репелленттер қолданып, денені үнемі тексеріп отыруға кеңес берді. Алайда бұл ескерту әлеуметтік желіде қазақстандықтардың наразылығын тудырды. Желі қолданушылары кенелерді жою үшін не себепті ауқымды дезинфекциялық жұмыстар жүргізілмейді деп сұрады. Уламадыңдар ма? Қаражат талан-тараж болып кетті ме? Кене мен қарақұрт ығырды шығарды. Дұрыстап дезинфекциялық жұмыстар жүргізуге болмай ма? Еш жер өңделмеген. Гресте кене қаптап жүр. Я, оларды жоюдан гөрі ескерту арзан ғой, деп жазды желідегілер. Алматылықтар далаға шығудан қалдық дейді. Енді біреулер өткір иісті әтірді киімге сеуіп шығуға кеңес берді. Айтуынша бұл да жақсы қорғаныс тәсілі. Қазіргі жағдай дәрігерлердің бақылауында. Олар ахуал тұрақталғанға дейін сақ болуға шақырады.